Сәлеметсіздер ме? Мен Жастар дебат клубының мүшесі Абелдинова Диназбын. Жастар дебат клубына келгелі бері мен өзімді сенімді ұстай бастадым және де өзімнің басқа да қырларымды тани бастадым. Мен Серікбай, Жастар клубының жас пікірсайысшысымын. Дебат клубы бұл өзі пікірталастар болып табылады. Дебат ойыны деген не үйретеді десе, ол оқушының жеке ойын дамытуын, сөз бостандығын және де білім мен мәдениетке тәрбиелейді. Осындай мәтін бірінші орын, бұл негізгі алаң емес, жастар лигасында бірінші орын нөмір 5 мектеп Даработ. Ел болашағы жанды жастар атты оқушыларға ішкен асын жеуге қоятын құрметті дебат сүйер қауым және төрешілер мен менің сүйікті де сүйікті қарсыластарым. Сіздің алдарыңызда мен үкімет фракциясының бірінші спикері Мұрат Сұлтандарұлы және осы мектептің президенті. Жалпы бұл палата мектеп өзін-өзі басқару ұйымын алып тастау керек деп есептейді. Жалпы бұл палата түсінікті деген ойдамын. Өзімнің кілт сөзімді ұсына кетейін. Жалпы кілт сөзім мектеп және өзін-өзі басқару ұйымы. Дефиницияны ұсына кетейін. Дефиниция дегеніміз яғни